Баршаңызға сәлем. Мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл көсір. Ғалымдар қойдың еті белсіздіктен қорғайтынын дәлелдеді. Әдетте біз қойдың етін тұтыну ағзаға ауыр деп жатамыз. Барынша сиыр етін және жылқы малының етін тұтынуға тырысамыз. Бірақ биологиялық материалдарды талдау және зерттеу орталығы мамандарының пайымынша, қойдың етінің көптеген пайдасы да баршылық екен. Мұны аталмыш орталықтың мамандары барынша дәлелдеп бағуда. Бұған қатысты ғылыми дәйектерді сөз етер болсақ, қойдың етінің құрамында су 68%, ақуыз 17,3%, май 13,6%, көмірсутегі 0,5% болып түзеледі. Бұған кальций, фосфор, темірді қосып қойсақ, ғалымдардың қой етінің талай дертке дауа деп отырғанының жаны бар екенін бағамдаймыз. Мұндай деректерді тізбелеп отырған генетиктер, биологтар қой етінің бүйрек қызметін бекемдеп, белсіздіктің алдын алатынын да баса айтып отыр. Осыған қарап ата-бабаларымыздың көрегендігін, білімділігін тағы бір мойындауға тура келеді. Мәселен, қазақтың ежелден келе жатқан бір дәстүрі, ол жас босанған әйелге міндетті түрде бір қойды байлап, оны қалжа етіп сою. Бұл босанған әйелдің белі тез бекіп, сүйектері жылдам қатаюы үшін әуелден жасалынып келе жатқан ғұрып. Ғылыми дәйекпен ұлттық ғұрпымызды салыстырар болсақ, астарында көп нәрсе жатқанын аңғаруға болады. Зертханалық жұмыстардың нәтижесінде басқа 4 түлікке қарағанда қойдың етінде А1, В12, В1 дәрумендері мол болатынын, оның етін қойып сорпасының өзі талай дертке дауа екенін анық байқаймыз. Осыны білгендіктен бабаларымыз заманында өмірге бала әкелген ананы, ауыр дерт меңдеген сырқаттарды, көз тиген баланы, ағза қорғанышын, яғни иммунитетін жоғалтқан адамды қойдың етімен сорпасымен емдеуді жөн көрген. Жас босанған әйелге міндетті түрде қалжа сойылып, оның мойнын жас анаға жегізіп, сорпасын ішкізу арқылы қазақ халқы баланың да, ананың да сүйегі тез бекиді, денсаулықтары нығаяды, екеуі де кез келген ауруға төтеп бере алады дегенді мықтап ұстанған. Қой етінің құрамында кальций мен фосфор көп болғандықтан, жаңа сойылған қой етін жұқалап тіліп алып, сол қаракесек етті жылы күйінше ісіп тұрған жерге немесе жараға таңып қойса, бұл үлкен ем болады. Жараның немесе ісіктің бетінің тез қайтуына фосфор мен кальцийдің көмегі зор. Бұдан соң қойдың еті семіздікпен күресуге бірден-бір таптырмайтын дүние. Қазірде диетолог мамандар салмағы 150-160 келі адамды 90 келіге терілерін салбыратпай, олпы-солпы етпей арықтату үшін кем дегенде 6 ай мерзім жұмсайды. Қойдың етінде белоктың көп екенін ескерсек, арықтағысы келген адам күнделікті 150 грамм қойдың етін тұтынса, оның артық терісі салбырамай жинақы болып арықтай алады. Жалпы қойдың етінің басты қасиеті ол белсіздікке дауа. Құрамында кальций, калий, А1, В12 дәрумендері болғандықтан, оның сорпасының өзі адамды талай дерттен айықтырады. Сондықтан қой етін көбірек тұтынса, талай адам дертіне дауа табар еді, дейді биология ғылымдарының докторы Нұрасыл Оспанов.